Құрметті көрермендер, енді бұл финал болғандықтан біз осы финалға капитандар сайысын қостық. Капитандарға біз 3 минут уақыт береміз. 3 минут уақыттың ішінде бұл капитанға осы сахна өзінікі. Капитандар сайысында қалалар құрамасының капитаны қарсы алыңыздар, Қуатжан Базарбаев. Екінші сайыс капитандар сайысы. Қалайсыздар, іштеріңіз аман есен? Бәрі дұрыс па әйтеуір? Не болды, хабарласпай кеттіңдер? Менен жалпы мектеп жайлы айтқым келіп отыр. Енді мен ауылда оқыдым, Арыс деген жерде. Бізде мектепте қол босаса, іш пысса төбелес, атамандыққа талас. Сөйтіп жалпы сондай болады. Енді мен класстастарым қандай еді мектепте? Алтын ғой мен класстастарым. Бір күміс бар, бір қола, 8 килограмм алюминий, 7 килограмм мыс, одан кейін 100 килограмм шығатын темір бар. Ол мен. Мектепте жақсы оқитын қыздар әдем бола ма? Или жақсы оқығаннан кейін әдем болып көріне ма? Сондай еді өз. Түрі мен сияқты жақсы оқитын қызды көрмеппін. Жақсы оқитын қыздардың аттары да әдем. Элеонора, Эльвира, Анара, Айман, Айгерім деген аттар. Нашар оқитындар ол. Зәмзәгүл, Істегүл, Мәрзия, Мағрипа, Қыз тумас, ұл тумас деген аттар. Енді мен мектепте құр жүре бермей, жұрт қатарлы біреуді ұнатып қалдым, ғашық болып қалдым менде. Бүйтіп жүре берген болмайды, төбелесіп деп. Анша-мұнша қызға емес, алдың қатарда отыратын Ақбота деген қызға сабағын жақсы оқиды, қол аппақ, кітаптарын түгел алып жүреді. Өшіргіш, карандаш содан-ақ табылады класста өз. Соған ғашық болып қалдым. Енді оған өзің хат жазамайсың, почеркіңнен адам қорқады. Сөйтіп маған қарағанда бір дұрыстау Серік деген жігіт бар еді. Ақ көйлегін жағасы таза, кітаптарын сырты қапталған, артық ручкасы бар. Дене шынықтыру болатын күні біз сияқты қыры бар шалбардың ішінен трико кимейді, пакетке салып әкелетін жігіт. Соған айттым, Серік бер кел дедім. Келді, Ақботаға ғашық болып қалдым деп жаз дедім. Серік бейшара жоқ дей алмайды. Мектептің атаманымен ол хат жазды, сосын апарып берді. Сосын ұялып 2 күн сауық қармадым. Не деп барасың, кеше ғана хат жаздым. Үйде жүрдім, шашымды қысқартып ап, тап-таза киініп ап. Как будто үйге Ақбота келіп қалатындай. Ақбота көрінбейді. Сонымен ертесіне баняға түсіп ап, свежий болып сабақ бардым. Классқа кірсем, бүкіл жігіттердің бәрі хат жазған білетін сияқты. Түрі бермей барып отырдым орныма. Сөйтіп енді жаңа Ақботаға қарап отыр мен. Мен саған кеше хат жазып едім ғой, не қылдың жауабын деген түрлермен қарап отыр маған. Ол былқ етпей отыр. Сөйтті да бір кезде Ақбота тұрды да менің жанымнан ары бері 15 рет өтті. Сөйтіп мен де оның жанынан 15 рет өттім. Бірдеңе айтамай жүрмі деп шот теңестіріп қойдым. Сөйтіп бүйтіп кішкене арт жаққа көзім түсіп арт жаққа қарасам, бір Пістегүл деген қыз қайта-қайта маған қарап күле береді. Хат шатасып мынаған кетіп қалған жоқ па екен деп қоям. Онымен жүрген жаңа Серікпен жүрген дұрыс. Ол қызды ешкім жақтыра бермейді Пістегүл класста. Пирожки жей беретін қыз өзі. Қолы май-май болып отырады. Сөйтіп тұрған кезде Серік жауабын алып келді. Ашып оқысам, Қуатжан,
Сен жақсы жігітсің, бірақ кешір, мен Серікпен жүріп жатқаныма 3 жыл болды деп жазып. Жаныма қарасам Серік жоқ. Сөйтіп Серік 3 жыл сабақ келген жоқ. Бүйтіп қарасам, Ақботаның почеркісіне ұқсамайды. Сөйтсем, ана Серіктің өзі Ақботаға ғашық болып жүрген екен. Мына хатты өзі жазған. Сөйтіп менің хатымды кімге берді десем, апарғанда Піссегүлге берген. Ол мәз болып отыр. Сөйттімде одан өйтіп хатты алып қойдым мен. Енді ол біз мектеп кезде сезім қалай пайда болатын еді. Бір кітапханаға барасың, кітап іздеп. Сөйтесің де жаңағы бір кітаптар көріп, ары бері ішінде жүргенде бір қызбен соқтығысып қаласың. О қыздың заттары шашылып кетеді, сенің де заттарың шашылып кетеді. Сөйтіп жинастырып атып, бір-бірімізге қарап, сол жерде сезім пайда болатын. Ал қазір қандай? Көшеде келе атасың, қарама-қарсы бір қыз келе атады, қолында iPhone, 400 мың теңге тұрады ол, біздің үйдің бағасымен бірдей. Сөйтесің де сонымен соқтығысасың, iPhone жерге түседі, шашылып кетеді. О жерде сезім емес, таза соғыс пайда болады. Сет бересің дейді, сотқа берем дейді. Сонымен өйтіп құтыласың енді. Мен енді сол өзіміздің мектеп кездегін қолдандым. Кинодағыдай қылу керек болып тұрған Ақботаны. Ақбота жақсы оқиды, ана кітапханадан шықпайды. Папам агроном, үйде кітап жетеді. Өмір кітап ұстап көрмеген адам кітап ұстап алдым да кітапханаға бардым. Сөйтсем, как раз Ақбота коридорда жүр екен. Сөйтіп мен анамен соқтығысы көріп көп тұр енді. Әбден талбаға шығып қойған бәлесің. Қызбен соқтығыс көрмегесің ғой өмірі. Қобалжып бір жағынан ыңғайсызданып алып келдім де, кітабымды алып келдім де, общем жанынан өтіп барады. Бір соғып ұшырып жібердім. Заттар шашылып кетті, заттарын жинадым. Тұрғызсам тұрамай жатыр. Тұрсай десем тұрамайды. Сосын скорый шақырдық. Скорый келіп больницаға бардық, аяғы қайылып кетті. Бір-екі нәрсе сеуіп, массаж істеді. Қасында болдым. Сөйтіп больницадан шыққаннан кейін Ақбота айтты маған: "Қуатжан, осындай қиын сәтте қасымда болғаныңа саған үлкен рахмет" деді. Кәдім денем андай жүрегім елжіреп, денем тітіркеніп кетті. Енді бұндай шанстарды жібермейсің. Очко жинағаннан кейін айттым, ертесіне кешке жол қойық, серуендеп есік алдыға шығып, болды деді. Ертесіне есік алдынан шығып алып алдым. Не көп, көшенің бойында ресторан, кафелер көп қой. Сөйтіп мен сол кезде есіме түссе бір күлгім келеді, түсінбеппіз ғой сол кезде. Сөйтіп жаңа Ақбота екеуміз кетіп бара жатырық, бір кафенің жанынан өтіп бара жатырық. "Қуатжан" деді. "Ау, мына кафеден қарашы, күшті нәрсенің иісі шығып жатыр" дейді. "Күшті бір тамақтың иісі шығып жатыр" дейді. "Қойшы, не аламыз, тұра тұрамыз ба?" "Білмеймін" дейді. "Тұра тұрайық. Әшейін жүріп қойайық." Бір сағаттай тұрдық. "Қалай, тойдың ба?" "Иә" дейді. "Жүр кеттік." Сөйтіп үйіне апарып тастадым мен. Мен сол Ақбота қазір үйдегі келіндеріңіз. Енді бұл енді менің мектеп кездегі балалық шағымның ең қызықты кезеңдері. Барлықтарыңыздың бұл өмірдегі ең қызықты кезеңдеріңіз бұл өмірде алтын әріппен жазылсын. Болмаса күміс, болмаса қола, өлді қаңылтырмен жазылсын да. Рахмет сіздермен болған Қуатжан Базарбаев, қалалар. Бәрекелді Қуатжан Базарбаев. Келесі